Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге онлайн ажырасуды қалай беруге болатынын көрсетемін сот кабинеті арқылы. Алдымен сот кабинетіне кіресіздер. ЭЦП кілтімен кіруге болады, өте оңай кіреді. Бұл жерде мен клиентіме ажырасуға және алимент өндіруге жіберемін. Алимент бұл арызда жазылған. Өзіне сұратамын және баласына. Сот кабинетте мен орысша жұмыс істеген ыңғайлы, сол үшін орысша қойып аламын. Подача документов басасыздар. Тип документа гражданское дело таңдайсыздар. Инстанция первая инстанция. Және тип документа исковое, яғни иск дегенді басасыздар. Және астында отправить басасыздар. Данный мына жерде толтырамыз, яғни исковое, категория расторжение брака деп таңдайсыздар. Мына жерде бізде неимущественный, так как раздел болмайды. Және мына жерде галочка қоюдың керегі жоқ, айқателеспейсіздер. Өзі пропискасы қай жерде Алматинская область, және айта кететін жайт, астында судебный органды өзінің районын таңдамайсыз. Ортада бала болғаннан кейін оны осы ең соңғы межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области деп таңдайсыздар. Енді қандай областьқа жатады, сол өзі шығады. Бірақ судебный орган дұрыстап таңдау керек. Енді мына стороналарды толтырамыз. Біріншісі истец өзі, яғни иін жазады. Иін жазғаннан кейін қасында мына поиск дегенді бассаңыздар, қалған данныйлары автоматом шығады. Жерге бәрі шығып тұрады. Және телефонмен email почтасын енгізесіздер де сохранить етесіздер. Енді астына бізге ответчик толтырамыз. Мына жерде тек қана истецтің орнына ответчик таңдайсыздар, қалғанын дұрыс бәрі. Тоже жолдасының иінін жазасыздар да, қасында поискті бассаңыз, сол кісінде данныйлар шыға келеді. Телефон мен email бұл жерде не обязательно, бірақ мен мына жерде телефонын жаза саламын. Сөйтіп бәрін сохранить етесіздер. Бір тексеріп аласыздар, мына жерде бәрі дұрыс па, тағы да районнан, басқа бірдеменен қате кетіп қалмасын деп. Мынаяқта күйеуінің әйелінің аты жөнін бәрі дұрыс шығып тұру керек, ендары бәрі дұрыс болса дәлені басып, дальше толтырамыз. Мына жерде КБК-ға местный бюджет дегенге басасыздар. Одан кейін сумма иска бірінші 0 болып тұрады, а екіншісіне мына калькуляторды бассаңыздар, мысалы сіз не жазып жатсыз, иск. Одан кейін қандай немен толтырып жатса, расторжение брака, соны басасыз, сол кезде мені автоматом сізге қанша төлеу керек екенін, яғни госпошлина, соны есептеп береді. Мына жерге сол сумманы жазасыздар, 1297 теңге 5 тиын деген не дейін, және оплата. Бізде оплата онлайн жасаймыз. Мына жерде QR шығады, мен бұны клиентіме жібердім. Ол Каспи арқылы төлеп берді. Мына жерде көріп тұрғандардай Каспи, халық, басқа да банктермен төлеуге болады. Төлегеннен кейін автоматом осылай шығады уже. Соны сохранить етіп, атын жазып, PDF форматта дайындап қоясыз мені. Соны мына жерге прикрепить етесіздер. Далі басасыздар. Енді мына жерде исковое требование, қысқа да нұсқа, мысалы, жаңағы некені бұзу деген сияқты нәрселер жазасыздар. Обстоятельство жаңағы некені бұзу, жаңағы алимент өндіру, өзіне сұрау, баласына сұрау деп тоже қысқа да нұсқа жазасыздар. Және де енді астына документтерді загрузить бастаймыз. Ең алдымен талап, арыз бәрін дайындап жазып қоясыздар, осылай бәрін сохранить етіп қоясыздар бір папкаға.
Бұл жерде бізге талап арыз толтыру керек. Одан кейін клиенттің өзінің жеке куәлігі, неке қию туралы куәлік, одан кейін баланың куәлігі, одан кейін адресная справка, яғни прописка, адрес пропискасы. Осылардың бәрін бір талдап, жаңағыдай загрузить етіп шығасыздар. Арызды қалай толтыру керек екенін білмесеңіздер, шаблон жібере аламын, комментарийға жазсаңыздар болады. Мінекей бәрін басып, енді бізде қол қою қалды. Жаңа ЕЦП кілтімен қол қоясыздар. Одан кейін бәрі жіберілді деген сөз. 5-7 жұмыс күнде ответ келеді, клиенттің өзіне смс келеді. Осындай сот кабинетті ашып қарап отырса болады. Сөйтіп өзі ақ онлайн ажырасуды берсе болады, алиментті қосты қарызға. Осындай пайдалы ақпарат үшін маған қолдау білдіріп, достарыңызға жіберіңіздер. Каналыма жазылып, лайк басыңыздар. Жіберіп болғаннан кейін мына жерде талон болады. Яғни міне бәрі отправлено успешно деп шығады, и талон дегенді скачать етіп алыңыздар. Оны мысалы клиентке жіберсеңіздер болады. Міне жібердім, бәрі кетті деген доказательство былай айтқанда. Мінекей уведомление об отправке искового заявления через судебный кабинет. Осылай сақтап жіберіп аласыздар. Сәттілік барлықтарыңызға.